Привет. Привет. Привет, сәлем. Сәлем. Бұйыртса қазір тікелей эфирді бастаймыз. Так, бисмиллах деп. Кішкене адамдар кірсін, иә? Привет, привет. Сәлем. Так, қазір бисквит дайындайтын боламыз тікелей эфирде, Алла қаласа. Пока сіздерге бисквиттің түрлерін көрсетіп қояйын. Өздеріңіз оқып алыңыздар. Бисквиттің бірнеше түрі болады. Мен негізгілерін алдым. Қатты қиын болып кетпеу үшін. Ішіндегі құрамына байланысты, салатын заттарына байланысты түрлері әртүрлі болады. Біздің бүгін жасайтынымыз классический бисквит, екіншісі шифоновый бисквит жасап көрсететін болам, Алла қаласа. Қалғандарын уже практика түрінде өздеріңіз көрулеріңізге болады. Жасап негізгісі осы екеуін үйреніп алсаңыздар болды. Классический бисквиттің ең қарапайым бүкіл адам жасап білу және де бисквиттің ең негізгі андай нағыз оригиналғы, ары қарата уже классическийдан басқалардың барлығы сол классическийге қосылғандар. Яғни құрамына тағы да бірнеше заттар қосылып жасалыну арқылы ол неше түрлі болады. Яғни негізгі классический бұл жұмыртқадан, қанттан және ұннан ғана тұрады. Сондықтан ол классикалық болады. Басқа ештеңе қосылмайды. Одан кейін уже ары қарата май қосып, разрыхитель қосып, немесе әртүрлі ұндар қосып жасайтын болсаңыздар, уже ол басқа бисквитке айналып кететін болады. Бірақ сіздерге айтатыным, бірінші очередь сол классическийді үйреніп алсаңыздар, ары қарата уже басқа бисквиттерді белгілі бір мынандай бисквит жасаймын деп емес, күнделікті үйде өздеріңіз бисквитті әртүрлі заттарды қосып жасауға болады. Үйде неше түрлі айран қосып жасаңыз, сүт қосып жасаңыз, сұйық май қосып жасаңыз, сары май қосып жасаңыз, жасай беріңіз. Сонымен әр қайсында өзіңізге ұнайтын белгілі бір бисквиттерді тауып аласыз да. Мысалға, маған көбінесе ұнайтыны осы шифоновый бисквит ұнайды. Өйткені ол жерде қатты құрғақ болмайды бір, екінші андай слишком қатты бос болмайды да. Классическийді барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, көбінесе классический бисквит неге ұқсайды? Жұмсақ қандай бір торттар болады ғой, аузыңа салсаң еріп кететін, прям коржы, аузыңа салсаң жұп-жұмсақ, ауа сияқты ше, сондай болады да, бірақ дәмі күшті. Кекстардың дәмдері болады ғой, бір классикалық кекстардың. Сондай болады да. Ал уже шифоновый бисквитті кішкене бөлектеу болады. Ол кішкене қалай айтуға болады? Құрамында сұйық май болғаннан кейін ол влажный болады да. Оған мысалға пропитканың қажеті жоқ. Яғни оны белгілі бір влажный болу үшін, құрғақ болмай қалу үшін пропиткалар қосады ғой, қант пен су араластырып деген сияқты, сондай қажет етпейді. Сондықтан бірінші сол классическийді үйреніп алғандарыңыз дұрыс. Қазір мен сіздерге жалпы классический бисквит жасағанның өзінде де қандай шараларды қолданып жасау керек, ол қалай пышный болады, неге байланысты, соның барлығын осы жұмыс барысында
жасау барысында айтып тұратын боламын. Мүмкіндігінше дауысы естілу керек деп ойлаймын. Сондықтан жақсылап тыңдап, қазір пока басталғанға дейін ручка мен қағаз әкеп алыңыздар, жазып отырсаңыздар, ол өздеріңізге жақсы. Немесе бірге жасаңыздар. Менімен бірге жасасаңыздар, тіптен жақсы болады. Сосын потом қыздар тағы да айтатыным, мен қазір весы қолданам, таразы қолданам. Бірақ кейбіреулеріңіздің арамызда таразысы жоқ адамдар да бар да, сіздер шамамен көз мөлшерімен жасауларыңызға болады. Мен қазір көз мөлшерімен қалай болатынын айтып отырам, соған қарап жасауларыңызға болады. Еш қиындығы жоқ. Және де жасар кезінде қорықпаңыздар қыздар. Өйткені сіз мысалға бір заказға жасап жатқан жоқсыз ғой данный момент. Мысалы біреуге сіз апарып беретін зат емес. Сіз ол жасағаныңыз үшін одан ақша алып жатқан жоқсыз, иә? Ол просто так өзіңізге жасап көресіз. Эксперимент жасап көресіз. Сондықтан жаман шығып қалады ма екен, қалай болады екен деген сияқты нәрсені мүлдем ойламай, кәдімгідей жасай беріңіздер. Зато сөйтіп үйренесіздер. Мысалға бұған прямандай керемет заттар да кетпейді. Кейбір торттар бар ғой, мысалы фисташковый торт бар, одан мысалға фисташка, анау-мынау, солардың барлығының бағасы мысалға аспандап тұр да, қымбат заттар мысалға. И ондай жасар кезінде, если мысалы басында жаңадан бастап жатқан кезінде, любой адамда кішкене жүрек сынетін болады, өйткені құрамына қосып жатқан заттар кәдімгідей қымбат заттар болғандықтан жақсы шыққанын қалайсың да, просто так болмай қалғанын қаламайсың. Сол себептен бұл жерде қазір тек қана үйде күнделікті холодильникте тұрған жұмыртқа, қант күнделікті, ұн, соларды қолданып жасай бересіздер. Сондықтан қорықпай жасаңыздар. Бастысы қорықпаңыздар. Көресіздер. Мүмкін емес, ол прям шықпай қалу деген мүмкін емес. Бастысы осы айтылған заттардың барлығын қарап жасайтын болсаңыздар, соның бәрін ескеріп жасайтын болсаңыздар, ол міндетті түрде шығады. Так, енді қараңыздар, біз қазір бұйыртса классический мен шифоновый жасап көрсетеміз. Мен қазір бірінші классический жасаймын. Негізімен кеше шифоновый бисквитті жасап дайындап қойған. Соны бір көрсетемін сіздерге қандай болатынын. Одан кейін классическийді жасаймыз. Духовкаға салып қойғаннан кейін уже шифоновый жасап көрсететін боламын, қыздар. Одан кейін арғарта джоконда, женуаз деген сияқтыларды, оны өздеріңіз, оны прям қатты біліп қажет жоқ. Просто так негізі фундамент болсын деп сіздерге бисквиттің негізгі түрлерін көрсетіп қойдым. Ал арғарата негізгі осы классический мен шифоновый деп білсеңіздер болды. Так, даусым жақсы естіліп тұр, қыздар. Мен қазір жұмыс жасаған кезінде, бисквит жасап жатқан кезінде мен уже нені өшіріп тастаймын, комментарийді өшіріп тастаймын, өйткені сіздерге ол мешайт ететін болады комментарий. Сондықтан қазір сұрап алайын, даусым жақсы естіліп тұр ма? Қазір мен бітейін, мына жерге қойып барып, сосын барып даусымның жақсы естілген, естілмегенін сұрайын. Так, мен сіздерге қазір бисквитті көрсетем. Хорошо, қыздар. Ал. Так, бисквиттің түрін қазір мен сіздерге кейін парақ неге салып қоямын, сол жерден көрулеріңізге болады. Пока что біз енді былай ашайық. Дұрыс көрініп тұр, да? Дұрыс көрініп тұр. Фонт өшірсең болмай ма деген қалай, түсінбедім. Осылай дейсіздер ма? Так. Осылай ма? Фонды өшіріп тастасаң деген осылай ма, қыздар?
Жақсы ма енді? Так, қыздар, бірінші мен сіздерге мынаны көрсетейін. Рахмет. Так, мен қазір бірінші комментарийді өшірмей тұрып, нені көрсетіп алайын, бисквитті көрсетіп алайын. Міне, мынаны мен кеше арнайы сіздер үшін пісіріп дайындап қойған. Бұл шифоновый бисквит. Бұл 20 сантиметрде жасалды. Пісіріп болғаннан кейін, осы жерде бірден айтып кетейін, пісіріп болғаннан кейін ыстық күйінде решеткаға бисквитімізді өйстіп төңкеріп қойып қоямыз. Пергамент бумаганы немесе фольга болса, фольганы ештеңені алмаймыз, тек қана осылай тұрады. Бисквитті міндетті түрде піскеннен кейін суығанша кольцосынан шығармаймыз, яғни формасынан. Суығаннан кейін формасынан алып, холодильникке салып қойғандарыңыз жақсы болады. Так, даусым естіліп жатыр ма? Айтыңыздар. Даусым естіліп жатыр ғой? Енді, қыздар, бірінші очередь пергамент бумагасынан шығарамыз. Енді ақырындап мынаны шетінен бастап ажыратамыз. Пышақпен, шпательмен, кез келген затпен. Шетінен осылай жүргізіп шығамыз. Көрініп тұрды. Мен сіздердің комментарияларыңызды барып көрмесем, бұлай көре алмаймын, сондықтан сіздерге жауап бере алмай қалуым мүмкін. Міне, осылай айналдырып шығасыздар шетін барлығын. Одан кейін ақырын бұлай ажыратамыз. Көрдіңіздер ғой? Енді мынау шифоновый бисквит. Қараңыздар. Шифоновый бисквит нығыздау болады. Міне, нығыз. Міне, көрдіңіздер ғой? Басқан кезінде қатты бүйтіп басылып неғымайды. И влажный болады. Яғни кішкене құрамында сұйық май болғандықтан құрғақ болмайды. Енді мынау 20 сантиметр кольцода жасалынды, диаметрі 20 сантиметрде. Егер сіздер бұны 22 сантиметрде жасайтын болсаңыздар, сәл төмендеу болады. Яғни шамамен осындай болуы мүмкін. Бірақ қыздар, мен алла қаласа сіздерге диаметрді өлшеуді үйрететін болам. Мысалы, мына заттар, құрамындағы заттар бұл 20 сантиметрге арналған, заттардың бәрі, ингредиенттердің бәрі. Ал сіздер мысалға формаларыңыз 20 сантиметр емес, только 22 сантиметр немесе 24 сантиметр болуы мүмкін. Яғни сіздер, если тура осы ингредиентпен жасайтын болсаңыздар, ол дәл осындай биіктікте шықпай қалуы мүмкін. Ол кәдімгідей уже төмен шығатын болады, аласа шығатын болады. Сондықтан сіздерге ингредиентті есептеуді білулеріңіз керек. Оны мен сіздерге кейін таман үйрететін болам, сабақтың соңында айтатын болам толық ақпаратта. Ал енді қараңыздар, мынау шифоновый бисквит. Қазір мен сіздерге алып тастайын. Даусым естіліп тұр ма, қыздар? Даусым естіліп тұр ма? Томна. Өз басыма свет қатты ұнамайды. Хорошо, естіліп тұр да. Енді бисквитті біз сақтаған кезінде міндетті түрде духовкадан алғаннан кейін бағанағыдай решеткаға қойып суытып аламыз. Шамамен 1 сағат кететін шығар, ары кетсе. Толық суығаннан кейін осылай
кольцодан шығарып аламыз. Кольцодан шығарғаннан кейін бірден жұмысқа кіріспей, оны неге пищевая пленкамен орап холодильникке салып қойған жақсы. Сол кезінде кейін сіздер торт жасаған кезінде бұл сіздерге ыңғайлы болады. Уже в общем басқашалау болады кішкене. Твердылау болып тұрады да. Ал қазір мысалға мен осылай духовкадан шыққаннан кейін су тасап қолданатын болсам, уже үгітіліп кескен кезінде кәдімгідей уже үгітіліп біразы сырт не болып қалады. Бекерге кетіп қалады. Сондықтан холодильникке аз деген кезінде 1 сағатқа, 2 сағатқа қойып алғандарыңыз дұрыс. Ал если прям қатты асығыс болатын болсаңыздар, морозильникке бір жарты сағатқа салып алуға болады. Көп емес, бірақ жарты сағатқа морозильникке салып алуға болады. Бірінші пищевая пленкамен міндетті түрде мүлдем ауа кірмейтіндей қылып орайтын боламыз. Или салафанмен орасаңыздар да болады. Өз еркілеріңізде бастысы ауа кірмеу керек. Біріншіден. Екіншіден, ауа кіретін болса, ол суық жерде кеуіп қалуы мүмкін. И екіншіден, ол холодильниктегі басқа бір иістерді өзіне сіңіріп алуы мүмкін. Потом кейін торт жасаған кезінде қиынға соғады, дәмі өзгеретін болады. Міне, тура осы күйінше біз бисквитімізді холодильникте сақтаймыз. Қазір мен қоп қоямын. Потом классическийді духовкаға салған кезінде бұны ала қаласа кесіп көрсететін боламын. Енді қыздар тағы бір нәрсе айтатын, осы бисквитке қатысты нәрсе. Холодильникте бисквит 5 күнге дейін сақтауыңызға болады осы күйінше. Ал морозильникте 8 аптаға дейін сақтауға болады. Бірақ морозильникке салғанда дәл осылай орап, кәдімгідей қойып, и плюс даталарын жазып қойыңыз керек, чтобы сіз жаңылысып қалмау үшін. Бірақ желательно қыздар ұзақ уақыт сақтамағандарыңыз дұрыс, свежий болу үшін. Сондықтан жалпы қанша уақыт сақталуы керек екенін білгендеріңіз тоже жақсы ғой. Міне, осыны алып енді мен холодильникке қойып қоямын. Даусым естіліп тұр ғой. Еще қыздар холодильникке қойған кезінде асты ровный жерде тұру керек. Или подложкаға немесе басқа бір нәрсеге қойып істеңіздер. Неровный жерде тұратын болса, тоже бисквиттеріңіз не болып қалады. Так. Сәлеметсіз бе? Дұрыс естіліп тұр да, қыздар. Қыздар қазір эфирге қатысып, эфирдің соңына дейін отырған қыздарға жақсы жаңалықпен тосын сый айтамын. Ал кеттік енді, жұмысқа кірсек. Мен комментарийді өшіріп тастайын, я, қыздар? Айтпесе, қазір сіздерге мешайт етеді ол. Комментарийді өшірем. Ал қазір біздің жасайтынымыз бұл классикалық бисквит. Так, сіздерге көріну үшін осындай стеклянный салдым. Енді бірінші ереже, қыздар. Классикалық бисквитті, классикалық болсын жалпы общий бисквитті жұмыртқаның жалпы жұмыртқа ғана емес, бүкіл осы бисквитке қосатын заттардың барлығы неде болу керек? Комнатный температурада болу керек. Так, мынаны дұрыстап қойып алайын. Комнатный температурада болу керек. Бұл бізге көмектеседі. Бір-бірімен жақсы, қалай дейді андай,
қосылуына, яғни бір-бірімен жақсы бірігуіне көмектеседі. Ал если біреуі суық, екіншісі ыстық болған кезде мынандай. Мысалы, негізгісі бұл жұмыртқа мен қант, ұнға байланысты нәрсе. Мысалы, басқа заттар болуы мүмкін, мысалы, ыстық күйінде қолдану, қазір біз мысалы шифоновыйда ыстық су қолданатын боламыз. Негізгі осы жұмыртқа, ұн дегендеріміз бұл міндетті түрде комнатный температурада болу керек, яғни жұмыртқа сол кезінде жақсы бірігетін болады. И екінші ережесі, егерде сіздерде миксерлеріңіздің мощность жақсы болса, мысалы менде мынаның мощності 300 ватт қана, бірақ соның өзінде де менде белокты бөлек миксерлеуге шамасы жетеді. Сондықтан бисквит жасаған кезінде белок пен желток бөлек болғаны жақсы. Яғни біз белокты бірінші әппақ пышный қылып аламыз, желтокты бөлек миксерлейтін боламыз. Сол кезінде бағанағы белок воздушный болады ғой, сол себептеден де бисквит біздің воздушный сондай қатты көтеріп сондай болады. А если сіздердің миксерлеріңіз шамасы жетпесе или ручной кәдімгі венчикпен істейтін болсаңыздар, онда екеуін бірге қосып жасай берулеріңізге болады. Тек ол жерде ескеретін зат, өте үлкен ұзақ уақыт кәдімгідей әппақ болып көпіргенге дейін істеуге тура келеді. Қазір бізге керегі неге? Классическийға 5 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаның көлемі осындай болады. Бұл СО ма, СО ма сондай болады. Отборный дегендер бар ғой, сондай қолданамыз. Кеттік. Бірінші біз бөліп аламыз. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Мен нені әкелмедім ғой. Қазір мен мусор тастайтын заттар әкелдім. Егерде сіздерде қорқыныш болатын болса, яғни жұмыртқаның сарысы араласып кетеді ау деген қорқыныш болатын болса, әр қайсысын жеке-жеке істеуге болады. Қазір мен сіздерге көрсетемін қалай екен. Мысалға, осылай белокқа ешқандай да сарысы жұмыртқаның араласпау қажет. Қазір мен сіздерге көрсетемін қалай екен. Мұнда қоямыз. Мынаған бір тыйылдап істеп, мынаған саламыз. Если біреу мысалға сарысы салынып кеткен жағдайда, уже қорқпайсыздар, бәрі бірақ бұзылмайды мына жерде. Тек біреу ғана. Әйтпесе мысалы 4-шісі, 5-шісіне келген кезінде сарысы араласып кетсе, бүкіл затымызды уже жарамай қалады. Басқа затқа қолдануымызға тура келеді. Міне 2 жұмыртқа. Мынаған құйып аласыз. Ой, 3 жұмыртқа. Мынаған құйып алайық. Енді бисквиттің дұрыс шықпай қалу себептерін айтайық. Ол бірінші бағана айтқанымдай температураға байланысты, заттардың температурасына байланысты. Желательно жұмыртқаларыңыз комнатный температурада тұрған жақсы. Если прям комнатныйға қоймай қойған жағдай болып қалса, асығыс қатып қалған заң жоқ, что болды уже мен жасай алмаймын деген. Холодильниктен де алып жасай берулеріңізге болады. Мен өз басым жасай беремін. Бірақ кішкене айырмашылық болады енді. Қатты пышный болмаса да, какой-то бір сантиметрде ғана болатын шығар. Әйтпесе ондай қатты емес енді. Так, 4 жұмыртқа кетті. Екіншісі бұл жұмыртқа мен қант екеуі бір-бірімен дұрыс араласпауы. Яғни жұмыртқаңызда қантпен дұрыстап араласып, и плюс қантыңыз толық еру керек. Толық ермей қалған жағдайда сіз мысалға пісірген кезінде ол қант төмен жаққа басып,
уже бисквитіңізді басып тастайтын болады. Жазып отырсаңыздар да болады, қыздар, егер жасап жатқан жоқ болсаңыздар, менің айтып отқан заттарымды жазып отырыңыздар. Так, енді бізге қант керек болады. Мен весы қолданам. Весы жоқ болса, шамамен алуларыңызға болады. 150 грамм қантымыз, мысалға бір кружка, мынандай бір кружкамыз 250 грамм болатын болса, мына кружкамыз 150 граммыңыз осы жартыдан сәл көбірек болады, жартысы 125 болады. Шамамен сөйтіп істей берулеріңізге болады. Бір қатып қалған, прям ойбай, все таразы болу керек деген заң жоқ, но таразы болса өте керемет. Өйткені бүкіл затыңызды ровно қылып тұрып өлшейтін боласыз да. Қазір бізге 150 грамм қант керек. И плюс бұл таразылар қатты қымбат емес, 1500-2000 теңге тұрады. Кондитерский магазиндерден, ауылда тұрсаңыздар, базарда болады ғой, мысалға, кондитерлік заттарды сататын бір точкалар. Сондай жерден алсаңыздар, өздеріңізге көп затқа, көп нәрсеге пайдалы болады. Енді 150 грамм қантты алдық. Қантты біз екіге бөлеміз. Біреуін жартысын ақ уызға саламыз, жартысын сары уызға саламыз. Сондықтан веси алып алғандарыңыз дұрыс, қыздар. Енді біз ақ уызды миксерлейтін боламыз. Және де бисквиттің дұрыс шықпай қалуының тағы бір себебі бұл миксердің мощності төмен болса, онда сіздің араластыратын затыңыз дұрыс болмай қалады. Сондықтан миксер алар кезінде міндетті түрде мощностьқа қараңыздар. Және де менде бір жағдай болған, бір миксер алғым, ол жерде мына венчигі бар емес па, сол венчигі қысқа болды. Мысалы, мынандай ғана болды. И араластырған кезінде өте қатты кедергі келтіреді. Яғни, мысалы, пышный болып келе жатқан кезінде уже мына жаққа келеді да, түбіне не қылып кетеді. Сондықтан венчик алар кезінде мынаның ұзындығына да қараңыздар, и плюс мощностьқа қараңыздар. Мощность ол бірінші очередте. Қазір мен жасамай тұрып бір қосып алайын комментарийді, что естіліп жатыр ма, естіліп жатқан жоқ па? Мен сөйлеп жатырмын, естілмей қалған болса вообще болады. Комментарий қосып қойса мешайт ете ме сіздерге? Түсінікті болып жатыр ма, қыздар? Тез жауап беріп жіберсеңіздер, чтоб мен тезірек жалғастыратындай. Уже жарты сағат уақыт өтіп кетті. Қазір жарты сағат, 1 сағаттан кейін өшіріп қосу керек болады. Тез естіліп тұр ғой, қыздар? Қыздар. Все, болды. Комментарий пока қосылып тұра берсін. Кеттік, мынаны миксерлейміз. Мынаның дауысы кішкене қаттылау, дауысын баса тұрсаңыздар болады. Кеттік, бисмиллахи-рахмани-рахим. Міндетті түрде миксердің ең төменгі скоростінен бастаймыз да, ақырындап жоғарылата береміз. Тағы да ескеретін нәрсе, миксерлеген кезінде бір жерде тұрып қалмаңыздар. Барлық жері араласатындай істеңіздер.
қыздар, дайын болғанын біз қалай білеміз? Яғни араластырып жатқан кезінде уже қараңыздар. Қалай узор қалай қалды? Тура сол күйінше қалды. И уже сіздердің араластырып жатқанда байқайсыздар, жүруі бүйтіп ары-бері қозғауы қиындай бастайды. Яғни уже қаттырақ ауырлай бастайтын болады. Енді қараңыздар, бір жағынан былай білуге болады. Төңкерген кезінде ешқандай да өзгеріс болмайды. Яғни бұл уже белоктың дайын болды деген сөзі. Сіздерге қатты болып кетпесін деп. Әйтпесе өзім былай жасаған кезінде тақ істей берем. Міне, белокты істеп алдық. Осы күйінше қоямыз. Енді қазір біз желтокпен жұмыс жасаймыз. Мына белок бола берсе, ештеңе қылмайды. Мұны жуып қажет жоқ, тура осы күйінше қалдыру керек. Плюс қыздар тағы да айтатын нәрсе, жасайтын заттарыңыздың бәрі құрғақ болу керек, сулы болмау керек. Яғни ыдысыңыз құрғақ болу керек, венчигіңіз құрғақ болу керек. Ошын барлығы құрғақ болу керек. Енді біз желтокпен қантты араластырамыз. Дәл осы жерде бір қарап жіберейін комментарияларда. Так, безеде осылай белок жасағанда формасын прям қатты ұстамайды ғой, ол неден? Миксеріңізге байланысты болуы мүмкін, және де сіздің бағанағындай белокта бар қойшы, осы именно безе жасағанда, меренге жасаған кезінде өте қатты әсер ететін нәрсе. Бұл не только жай ғана миксерге байланысты, ол бағанағы құрғақ ыдысқа байланысты, и плюс неге байланысты? Кішкене су араласқан, кішкене желток араласқан, бір какой-то бір каплясы араласқан болса да, ол кәдімгідей әсер етеді, уже дұрыс шықпауына әсер етеді. Қазір кішкене еді. Да? Жақсы. Жоқ, мен әлі біраз тағы да 5-ке дейін ба, сондаға дейін шамамен бұйыртса. Тезірек айта қойшы. Білмеймін, короче, мен қазір эфирде тұрмын, хорошо, давай. Без обид. Так, кеттік, қыздар, енді желтокпен қант араластырамыз. Бұны қатты прям не қылмау керек, но бірақ несін көлемін көбейтеді, короче. Екі еседей болады. Айтамай қалдым ғой. И ағарат кішкене. Қазір көрсетемін. Қараңыздар, уже ағарды көрдіңіздер ғой. Осы жерде айтып кететін нәрсе тағы да. Қант полностью еріді ме, қараңыздар. Қант полностью еру керек. И жұмыс жасаған кезінде жан-жаққа шашырап кетеді-ау, немесе мынау қатты дауыс шығып жатыр, тағы бірдеңе деген ештеңеге қарамаңыздар. Кәдімгідей как положено араластырыңыздар. Мына шет-шеттердің барлығы, міне шетін барлығы толық араласу керек. Мысалға бір ыдыстарыңыз сырып кетеді, бірдеңе деген сияқты уайым болса, тек қана осы миксерлейтін ыдыс дайындап қойыңыздар. Менде осы 2 ыдыс миксерлеуге арналған ыдыстар. Міне, осындай болу керек. Енді бізге 150 грамм ұн қажет болады. Так, мынаны аламыз. Бұлай қоямыз. Осы таразыда бірден өлшей берем мен. Міндетті түрде тағы бір нәрсе айтып кетем, қыздар. Сіздердің өткізетін ұндарыңыз електен
міндетті түрде обязательно өту керек. Електен өтпесе болмайды, қыздар. Ол не только комок бірдеңе ғана емес, ол бағанағы құрғақ заттардың барлығы, разрыхитель болса, разрыхительді де електен өткізесіздер. Какао болса, какаоны, крахмал болса, крахмал бәрін електен өткізесіздер. Ол только жай ғана бір іртік немесе мына оның арасында бірдеңе кетіп қалуы деген нәрсе емес. Ол неге де байланысты. В общем, сіздің бисквитіңіз кислородпен байытылады. Електен өткізген кезінде кислороды мол болады. Сол себептен міндетті түрде електен өткізіңіздер, ерінбеңіздер, қыздар. Ең удобный нәрсе осы сито осындай. Так, маған 150 грамм керек. Екі-үш грамм андай асып кетсе ештеңе қылмайды, қыздар. Ойбай, 2-3 грамм асып кетті екен деп алып жүрмеңіздер. Асып кетсе ештеңе қылмайды. Міне 150 грамм ұнды салып алдық, енді осыны араластырамыз. Бұл жерге біз разрыхитель салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Ол өз еркілеріңіз. Хорошо? Енді желательно мынандай ұн салынғаннан кейін лопаткамен араластырған дұрыс. А если мысалға өздеріңізге сенімді болсаңыздар, миксерлеуге де болады. Қазіргі жағдайда миксерлеуге болады. Міне қараңыздар. Бірінші үстіп бәрін бір-біріне араластырып аламыз, одан кейін миксерлейміз. Міне қамыр бола бастады уже. Енді осының үстіне бағанағы ақ уызды аз-аздан салатын боламыз. Байқап тұрғандарыңыздай мен ең соңғы скороспен жұмыс жасап жатырмын, Ал. Данияр, потом хорошо, мен тікелей эфирдемін. Міне енді ары қарата біз лопаткамен жұмыс жасай беруімізге болады. Негізі желательно белокты қосқан кезінде өздеріңізге сенімді болмасаңыздар осылай лопаткамен араластырғанның өзінде де қараңыздар. Төменге саласыздар сағат тілмен, жоғары шығарасыздар. Төменге саласыздар, жоғары шығарасыздар. Міне, үстіп араластырасыздар. Сағат тілмен жұмыс жасайсыздар. Төменге, жоғарыға, төменге, жоғарыға. Байқасаңыздар, уже консистенциясы қандай болып жатыр андай. Прям андай мороженое сияқты ше.
күлуі, прям бисквит жасаған кезінде қандай процесс болсын кайфпен жасаймын ғой. Солай кайфпен жасасаңыз бар ғой, шынымен де күшті болады. Басында бастап атқанда бисмиллахыңызды айтып, сондай күшті ниетпен, каждый жасаған сайын сол бисквитіңіз қалай шығатынын елестетіп, сондай андай, білмеймін, қайтып түсіндіремін сіздерге, каждый тек қана бисквитке ғана қатысты нәрсе емес, ол тамақ болсын, не нәрсе жасаған кезінде де сондай күшті бір немен жасасаңыз, андай елестетіп, даже соны жеген кезіндегі адамдардың соған риза болатынын елестетсеңіз, прям күшті шығады. Если қолдарыңызда лопатка болмаса, қыздар, мынандай миксерлеріңіздің несі бар ғой, венчигі бар ғой, сонымен де жұмыс жасауға болады. Қолдың венчигімен жұмыс жасауға болады. Бірақ желательно лопаткамен жұмыс жасаған жақсы. Түбін бәрін араластырыңыздар. Түбінде қалып қалмасын бұл. Міне, көріп тұрсыздар ма, қыздар? Так, қыздар, қараңыздар. Көрініп тұр ғой да? Я, махаббатпен істеңіздер. Міне, қандай күшті воздушный болды. Бұйыртса қазір енді керемет. Алла қаласа бір күшті бисквит шығу керек. Так, мен енді бұны 18 диаметрлік формочкамен жасайтын болам. Қазір қыздар, мен тағы да бір айтып кететін нәрсе. Сіздерде 18 диаметр болмаса, қазір жасап атқан қыздар бар ма өзі? Жасап атқан қыздар бар ма, жоқ па? Просто көріп атсыздар ма? Жасап атқан қыздар бар ма, жоқ па? Формочкаға келетін болсақ, бұйыртса мен жеке ол формочка туралы нелер не қылам, айтып түсіндіретін болам. Так, қазір мен басынан оқып жіберейін, мен оқып үлгеріп жарысып жасап жатырмын дейді. О, машаллах. Қыздар, қазір 45 минут болды. Мен қазір сақтауым керек, духовкаға салып, сосын сақтап қайттан кірем. Духовканы тағы да бір секреті осы пышный бисквиттің. Духовкаларыңыз міндетті түрде ысып тұру керек. Суық күйінде болмайды. Мен қазір духовкамды көрсете алмаймын, мынау штативте тұр уже. Жалпы духовка, сіздерде қандай духовка соғанда байланысты. Бірақ бисквит жасаған кезінде еш қашанда 180 градустан жоғары қоймаңыздар. 180 градус бұл максимальный несі. Мен өмірі қанша жасасам да 180 градустан төмен жоғары қоймағанмын. Енді қыздар, тағы бір ескеретін зат, жасаған кезінде формочкаларыңыз, егер мынандайға жасайтын болсаңыздар, асты тегіс болғаны дұрыс. Тегіс емес, мысалы әселпеш қой менде бір осындай несі бар, табасы бар, ол бұлтық-бұлтықта, күдір-күдір. Ондайға жасауға болмайды. Бисквиттеріңіз неровный болып қалады.
сіздерге кеңесім қазір айтатын, мынандай кольцо алып қойыңыздаршы. Мысалы 18 диаметр, 20 диаметр, 22 диаметр деп бөлінеді әртүрлі. Или ол болмаса мынандай раздвижной кольцо деген бар. Міне, осындай алып қойсаңыздар болады. Ішінде диаметрлері жазылған көрініп тұр ма? Міне 20 диаметр, 18, 16 диаметр деген. Осыны қоясыздар дағыны пісіре бересіздер, жұмыс жасай бересіздер. Бұл өте қатты керек зат. Осыны алып қойғандарыңыз дұрыс. Бірақ маған бұдан қарағанда мыналар күшті ұнайды. Мынаның қараңыз, несі биіктігі 8 сантиметрді, ал мынаның биіктігі 10 сантиметр. Яғни бисквит жасаған кезінде сіздің кольцоңыз жоғары болған сайын, формочкаңыз биік болған сайын күшті болады. Өйткені сіздікі если аласа болып, бағанағы салған заттарыңыз сыртына ағып біткеннен қарағанда сондай биік болғаны дұрыс. Майламаймыз, қыздар. Ешқашан кольцоларыңызды жанын майламаңыздар. Мынандай шетін майламаңыздар, қыздар. Көбісі осыдан қате кетереді. Если қорқыныш болып жатса, астын майлауға болады, но бірақ жанын майламаңыз. Бірақ астында майлап қажет жоқ. Если пергаментіңіз дұрыс болса, онда майламай-ақ жұмыс жасай беруге болады. Жанын майлайтын болсаңыздар, уже сіздер, мен қолыммен көп ұстап тастадым ғой. Жанын майлайтын болсаңыздар, онда сіздер уже бисквиттеріңіз көтерілмейді. Өйткені өзіңіз ойлаңызшы, ол ыстықта келеді да, көтеріліп келе жатады да, мына жерлердің бәрі май болғаннан кейін, ол стенкасына жабыспайды, мынаның қамыр стенкасына жабыспағаннан кейін, ол көтерілмейді ары қарата. Бір қалыпта өзінің қанша мөлшерде салдыңыз, сол мөлшерде тұрып қалады. Ал ол көтерілудің негізгі мақсаты бұл бітіп көтерілген сайын стенкасына жабысады и бисквитіңіз пышный болады. И не? Тағы не айтайын деп тұр едім, осыны айтар деген. Бағанағындай үлкен градуста болатын болса, онда бағанағы саласыз қой тестаны салған кезінде үлкен жоғары градус болғаннан кейін оның сыртқы жағы піседі да, ортасы пісіп үлгермейді. Яғни сырты уже қызарады, даже күйе бастайды, но бірақ ортасы негізі бұл бисквит піскен кезінде шетінен бастап ортасына таман піседі. Ең соңында ортасы піседі. А если сіз духовкаңыз не болатын болса, градусы жоғары болатын болса, ортасы піскенге дейін сырты уже күйіп бычыт болып кетеді. Сол себептен градусын 180-ден асырмаңыздар. Мен 170-ге, 180-ге қоям. Содан 35-40, даже 1 сағатқа дейін пісірем кейде. Зато бисквиттеріңіз күшті шығады. Бірақ өкінішке орай әсел пеш болатын болса, әсел пеш әркімде әртүрлі. Даже ол неге де байланысты, тоқтың күшіне де байланысты ма, сондай құрыш. Сондықтан әсел пеште өздеріңіз примерно, енді әсел пеш бар болғаннан кейін железно бір нәрсе пісіріп көрген адамсыздар ғой, уже білесіздер. Міне, мынаны енді апарып мен духовкаға саламын, қыздар. Көрдіңіздер ғой? Так, көрінді ма, қыздар? 50 минут болады екен уже. Мен өзімді көрсетейін. Духовкаға сап қойдым. Көрсете салайын сіздерге. Міне, тағы да бір ескеретін нәрсе, қыздар. Духовкаға салғаннан кейін бетін 30-40 минут никак ашпаңыздар. Вообще ашпаңыздар. Градусник қойсаңыздар да болады, әрине. Ал, бисмиллах деп классический бисквитімізді жасап болдық. Қазір енді піскеннен кейін білмеймін. Қандай шығады? Негіз менде прям болмай қалған кез болмаған енді. Жақсы шығады деген үміттемін. Сұрақтарыңызға жауап берейін. Уже 51 минут болып жатыр. Мен қазір 55-56 минутта өшіремін де. Потом қайтадан кірем. Шифоновый бисквит жасаймыз. Я жасап жатқан қыз бар екен. Аллаға шүкір, жасаңыздар, қыздар. Мен рецептін жазбаша түрде қалдырамын, хорошо? Сол жазбаша түрінде қарап алсаңыздар болады. Бірақ бұл рецептте классический бисквит 18-20 диаметрге арналған. Ал шифоновый бисквит 20-22 диаметрге арналған.
Сондықтан если сіздер жасап, сол рецептпен жасап 24 диаметрлікке салып алып, одан кейін аласа болып қалса, ренжіп немесе өзіңізге көңіліңіз толмай жүрмесін, болмай қалды деп. Я, керемет болады, осы күн күйінде жегін келеді дейді. Я, осы күйінше жегін келеді шынымен де. Прям андай мороженыйдың еріген уақытын білесіздер ма? Сондай болады. Кукурузный крахмалды ала қаласа шифоновый бисквитке қолданамыз. Қазір ол керек емес. Қараңыздар, қыздар, көрдіңіздер ма? Біз неге? Не таты? Классический бисквитке разрыхитель ештеңе қосқан жоқпыз. Сода, разрыхитель қосқан жоқпыз. Қазір көреміз, қалай шығатынын. Бірақ если сіздерде кәдімгідей шықпай қалуы мүмкін деген сияқты ой болатын болса, бір шай қасық толтырмай, без горки дейді, бетімен толтырмай қосып жіберулеріңізге болады. Ода тұрған ештеңе жоқ, қыздар. Разрыхитель, сода деген заттың барлығы бұл көтеруге арналған заттар ғой. Менің миксерімді ма? Менің миксерім қатты бір не емес. Қазір көрсетейін. Мен бұл миксерді қашан алдым? Бұл миксерді мен 3 жыл ма 4 жыл ма алып қалдым. Халей деген 300 ваттық менікі. Бұл даже бұл ескі негізі. Қазір бұдан да жақсылары шығып жатыр, по идее. 600 ватт дегендер бар ғой. Сондайларды алуларыңызға болады. Жақсы ғой солар. Менің миксерім, қыздар, айтайын ба? Осыдан 3 жыл бұрын мен 3,5 теңге ма, 4 теңгеге ма сондай қалғам. Так что менікі де қатты бір не емес. Қымбат миксер емес. Я, бір шай қасық разрыхитель қосып жіберсеңіз болады. 24 диаметрге жасап жатсыз ба? 24 диаметр кішкентай көрінеді дейді. Бір нәрсе айтайын ба, мен осы уақытқа дейін, былтырға дейін только 24-26 диаметрлік торттар жасайтынмын. Маған андай кішкентай торттар қатты ұнай бермейтін. Но бірақ маған қазір, білесіздер ма, кішкентай 20-22, 18-ге қатты көп бара бермеймін, но бірақ 20-22 диаметрдегі торттар маған идеальны. 24-ке бармайым. Сол торттарда биік қылып жасасам енді мен вообще күшті. Маған ұнайды 24-тен қарағанда. Ештеңе қылмайды. Айнагүл ханым Алла қаласа жақсы шығады. Енді 24 диаметрден 3-ке бөлуге болатын шығар. Көреміз ғой, Алла қаласа. Піскеннен кейін суретін жіберіп, отчет жіберсеңіз, мен сізге айтатын болам. 17 мың теңге тұратын миксер ма? Жақсы ғой, 17 мың теңге тұратын миксер. Потом, қыздар, мен андайды айтайыншы. Андай миксерлер бар ғой. Короче, типа кухонный комбайн сияқты жасаған, астында мынандай чашкасы бар, пластмасс. Сондай алмай қойыңыздар, пожалуйста. Оданша соның ақшасына, сол тұратын ақшаға лучше только миксер ғана алыңыздаршы. Только миксер ғана. Андай чашкасы, бірдеңесі барлар керек емес. Мен де сондай болатынмын, Мадина ханым. Үйренесіз оған. Просто диаметрі кішкентай болған сайын ол күшті. Мысалға, қазір қарасаңыз, қазір кондитерлердің бәрін қарасаңыз, жалпақ, аласа торт жасамайды. Биік, кішкентай ғана торттар жасайды. Зато мынандай болады. Өйткені ол аласа болған сайын оның крем аз болады, қосатын заттар аз болады. Ал биік болған сайын сіздің корж көп болады, и плюс кремі көп болады да, прям идеальный болады. Мен сіздерге жасамаған болсаңыз жасап көріңізші өзіңіз. Енді 24-22 жасап көріңіз, сол кезінде өзіңіз байқайтын боласыз. Рецепті салған кезінде, қыздар, қазір мен тікелей эфирде сақтап қоям, қайттан бір көріп шығыңыздар. Қазір мен өшірем, қыздар, сөйтем да, мына ыдыстарым тез-тез жуам да, 10 минутта қайттан кіреміз, Алла қаласа нені жасаймыз? Не даты? Шифоновый бисквит жасаймыз. Күтіңіздер, хорошо? Шифоновый бисквит жасаймыз, қыздар. 10 минуттан кейін кіріңіздер, міндетті түрде. Кейбір кезінде тікелей эфир сақталынбай қалады, сондықтан қарап отырып, бірге жазып, сөйтіп отырыңыздар. Шифоновый бисквиттің секретін айтам қазір, қыздар. Давайте,